Бұрын той болар кезде ағайын тумамен ақылдасатын едік. Кімнің үйіне құданы қарсы аламыз деп. Кім менің құдамды қарсы алады екен деп бір-бірімен ақылдасатын едік. Балам үйленейін деп жатыр деп шақырып. Қазір не істейді? Қазір қаншадан жинаймыз? Сондай бар ғой бәріміз ағайында. 100 мыңнан жинаймыз ба, 50-ден жинаймыз ба? Әлде 30-дан жинаймыз ба деген енді әркімнің жағдайына байланысты. Басында 100 мыңнан береміз. Артынан көп той болып кетсе 50-ден береміз. Артынан бір айда 2-3 той болып кетсе, вообще отвечаю болып кетеді, ұмытып кетеміз. Негізі басында 100 мыңнан жинаса, до конца 100 беру керек қой. Өзім сөйтіп бастаймын, сен 100 мыңнан берейікші, бір ішінде активистер болады, енді жаңағы ағайынның ішінде ақша жинап жүретін, постоянно ұйымдастыратын адам болады. Сол жинайды 100-ден бастап. Артынан тойға келе бастағанда қимай қаламыз ба, енді өзімізде бар зат қой, қимай қаламыз ба, артынан дейміз, әйтеуір бір реті келмей бермей қаламыз ба, сондай болады негізі. Жалпы біздерде де бар ақша жинау. Бүкіл туыстардың бәрінде бар ақша жинау. Дұрыс емес пе солай? Бар зат бұның бәрі.